газдар мен сұйықтар механикасына есеп шығарамыз. Есептің берілгені: ыдысқа сұйық құйылады. 1 секунд ішінде ыдысқа В1 тең 0,2 литр бөлінген секунд су көлемі құйылады. Судың деңгейі тұрақты 8,3 сантиметр болу үшін ыдыс түбіндегі тесіктің диаметрі қандай болу керек? Яғни, мысалы, ыдыстың үстіне су құйылып жатыр, бірақ бүйіріндегі бір саңылаудан сұйық ағып шығып жатыр, берілгені. Яғни, құйылып жатқан судың көлемі 0,2 литр бөлінген секунд. Енді бізде H тең 8,3 сантиметр. Сонда жаңағы тесіктің ыдыстағы диаметр қандай болу керек? Мына биіктік сақтау үшін, судың деңгейі сақтау үшін. Енді шешуі. Енді есептің сызбасын саяқ. Мына бір жерде саңылау бар десек, осы жерден сұйық ағып жатыр. Енді осы неміз, деңгейіміз H2. Сұйықтың деңгейі ыдыстың ішіндегі неміз. Енді мына бір жерде енді кішкене түсініксіз болмас үшін мынау ашық болады. Сондықтан енді есепті шығармас бұрын мына заңдылықты еске салайық. Бізде сонда біздің құйылып жатқан судың көлемі В1 тең болу керек жаңағы ағып жатқан сұйықтың көлеміне. Сондықтан ол жалпы бірлік уақытта ағып жатқан сұйық. Яғни мына жерге 1 секундтың ішінде қанша сұйық құйылса, сонша сұйық мына жерден саңылаудан ағып шығатын болса, сұйықтың деңгейі тұрақтығы болады. Сондықтан мына теңдеуді жазып отырмыз. Бұл жердегі біз көлемді қалай өрнектей аламыз? Сол сұйықтың ағып шығып жатқан сұйықтың көлемін SL деп геометриялық тұрғыдан анықтаймыз. Енді мына жерде L мен T-ның қатынасы жылдамдық береді. Сонда S көбейтілген V. Енді осы жерде бұны анықтасақ, V1-дің S-қа қатынасы. Енді бұл ағып шығып жатқан сұйықтың көлемі, V1-імізді біз жаңа саңылаудың көлемімен байланыстырайық. Саңылаудың көлемі пи-ді квадрат бөлінген 4. Енді осыны мына бірінші теңдеу дейік, екінші теңдеу дейік. Осы екінші теңдеуді бірінші теңдеуге қоятын болсақ, болады. Пи-ді квадрат 4. Осы жерден, осы теңдеуден V1-ді анықтаймыз. Бөлінген 4. Бернули теңдеуінен ρV квадрат бөлінген 2 ρЖH. Енді осы жерде мына қысқартып кетеді. Осы теңдеудің Бернули теңдеуінен жылдамдықты тапсақ, 2GH. Жылдамдық 2GH-қа тең. Енді осы соңғы алынған теңдеуімізді 3 деп белгілесек, осы үшінші теңдеуді мына теңдеуге әкеліп қоямыз. V1-ге арналған теңдеуге. Сол кезде 2GH пи-ді квадрат бөлінген 4.
Енді осы жерден біз ізденіс шама диаметр табамыз. Біртіндеп табайық. 4 бұл 1. Турасында 2H пи. Енді осы жерден бұны анықтайық. Түбірасынан шығарамыз сонда. 4 В1 бөлінген 2H түбірасында өтілген пи. Тең. Енді осы шамалардың сан мәнін қойайық, есептейік. Сан мәні 4 В1 бізде 0,2 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі. Түбірасында енді жының еркін түсудеуінің жуғыш мәнін қойық. 10 ашым 8,3 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі. Тең. Енді пиіміз бар. Пидің мәні бар. 14. Енді есептейік. Шамамен жуық түрде 0,00 сантиметрге айландырып бірден жаза салайық. Шамамен мына жердегі мен сантиметрге айландырсам 1,4 сантиметр жуықтап, 1,4 сантиметр. Яғни сұйықтың деңгейі тұрақты 8,3 сантиметр болып тұру үшін сұйық деңгей мына бүйіріндегі саңылаудан саңылаудың диаметрі 1,4 сантиметр болу керек. Енді газдар мен сұйықтар механикасы бойынша есеп шығарайық. Есептің шарты: сумен толтырылған ыдыстың мойнында бекітілген әйнек түтік атмосфераға шығып тұр. К краны ыдыс түбінен 2 метр қашықтықта орналасқан. Түтіктің төменгі ұшымен ыдыс түбінің қашықтығы: А бірінші жағдай 2 метр, Б 7,5 сантиметр, үшінші 10 сантиметр болғандағы краннан судың ағып шығу жылдамдығын анықтаңыз. Тақтаға келіңіз, қолдана. Бізге берілген есепте негізгі берілген жаза кетсек. Қандай да бір H2 биіктік берілген, ол бізде кран менен су құйылған ыдыстың түбіне дейінгі қашықтықты көрсетеді. Және бізге берілген үш негізгі қашықтықтар бар. Олар бізде H1 деп белгіленеді. Бірінші қашықтығымыз 2 см, екінші қашықтығымыз 7,5 см құраса, ал үшінші қашықтығымыз 10 см құрайды. Бұлар бізде берілген шыны әйнектің су құйылған ыдыстың түбіне дейінгі қашықтығын көрсететін болады. Және бұл есепте бізге табу керек әр қашықтықтағы өзінің берілген жылдамдықтарын табу керек. Яғни краннан судың ағу жылдамдығын табу қажет. Ағып шығу жылдамдығын табу қажет. Тесіктен ағып шығу жылдамдығын. Бұл есепті шығару үшін бізге негізгі сызбаны біліп алуымыз қажет, есептің өзімізге түсінікті болу үшін. Сондықтан сызбаны сызбалайық. Бұл бізде су құйылған қандай да бір ыдыс деп алатын болсақ, бұл ыдыстың өзінің арнайы тесігі, яғни краны бар, краны бар деп есептелінген. Және сонымен қоса бұл сызбада бізде өзінің атмосфераға шығып тұратын шыны түтігі көрсетілген мойын жағында. Яғни басында шыны түтік бар болып есептелінген. Және оны да салып қоятын болсақ.
сонда қатынас ыдыс сияқты болып тұр ғой, көрдіңіздер ма? Иә. Анау мына жерде сызық болмайды, сонда мына жер ашық қой, мына жерді өшірсеңіз, иә, ашық болып тұр. Мына жерді де аша салыңыз. Мына жерді өшіре саласыз. Иә, болды. Мына жерді жалғастырсаңыз. Иә. Және бізде берілген H2 мәніміз бар. Ол бізде айтылып тұрған берілгенде кранның бойы менен су құйылған ыдыстың түбінің арасындағы қашықтықты көрсетіп тұр екен. Кранның деңгейінен, деңгейінен ыдыстың түбіне дейінгі қашықтық. Осы аралықты көрсетеді. Ал біздегі берілген мына H1 мәніміз, ол бізде шыны түтікпенен осы су құйылған ыдыстың арасындағы деңгейді көрсетеді екен, қашықтықтардың арасын. Осы аралықтарды көрсетеді. Бізде сызбада көрініп тұрғандай, бұл есепті шығару үшін бізде энергияның сақталу заңы қолданылады. Яғни энергиялардың сақталу заңы қолданылады. Бұл жерде потенциалдық энергия деп отырғанымыз, ол кранның үстіндегі су бөлігінің потенциалдық энергиясын көрсететін болса, ал бізде кинетикалық энергия деп отырғанымыз, ол бізде краннан ағып жатқан судың жылдамдығын көрсететін кинетикалық энергия. Мысалы, мына жерде ағып жатқан судың жылдамдығын көрсетеді. Жылдамдығынан туындайды, жылдамдығынан туындайтын көрсетеді. Және осы формулалар арқылы біз берілген жылдамдықтың формуласын таба алады екенбіз. Яғни қорыта келе. Жалпы бізде потенциалдық энергия, ол бізде формуласы mg және h-ға тең болады. Бұл жердегі h бізде H1 азайтылған H2 өрнегімен ашылады. Ал кинетикалық энергиямыз өзіміз білетіндей, бұл бізде mv квадрат бөлінген 2-ге тең. Яғни бұл екеуін, екі берілген формуламызды теңестіріп алатын болсақ, осындай негізгі теңдікті алады екенбіз. Осы жерден бізге берілген v квадратымызды өзіміз бөлек жақсан шатына шығарып алсақ болады екен, яғни mv квадратты. Яғни кәдімгі қарапайым өрнек түрмен есептеп формуланы тауып алуымыз қажет. Кинетикалық энергияны теңдіктің бер жағына өткіздік. Осылай өрнектеп аламыз. Және осы жерден өзіміздің v квадратымызды алып, m массамызды өрнектің арғы бетіне өткізетін болсақ, тоқта. Мына жерде масса туралы бүйтіп қысқартып кетпей ме екен? Бұлай қысқартып ұзақ көрсете салайын деген ғой. Онда тоқта деген жерден мүмкін алып таста. Дұрыс, сен былай дұрыс ұзартма. М біздегі массамыз өрнектің астына кетеді. Және көріп тұрғанымыздай, бұл жерде екі масса бір-біріне тең болғандықтан, екі массамыз қысқарып кетеді. Сонда біздегі негізгі формуламыз v квадрат тең 2g h1 минус h2 деген формула шығады. Біздегі v квадрат ол квадраттық түбір болғандықтан, ол квадратты біз өрнектің оң жағына жіберсек болады. Яғни, бізге берілген өрнектегі мәнді түбір астына алу арқылы өткізе аламыз. Сонда біздегі жылдамдығымыз квадрат дәреже болғандықтан түбірдің астына өтіп кетеді. Негізгі формула бізде жылдамдықты табудың негізгі формуласы сонда осыған тең болады екен. Және бұл формуланың негізі Торричелли деп формуласы деп атайды көбісі, яғни осы энергияның сақталу заңынан шығатын формула болады екен. Және осы жылдамдықты формуласын тауып алған екен, әрқайсысы жеке өзінің қашықтықтары арқылы әр жылдамдықтың өзінің тауып алады екенбіз. Бізде негізі 3 жылдамдық шығады сонда.
Біздегі жиі еркін түсу үдеуін көрсетеді. Ол бізде 9,8-ге тең болады. Қалған мәндерді өз орнына қойып шығамыз. Сөйтіп 3 жағдай шығарамыз. Иә, 3 жағдай шығарамыз. Екі сантиметр, 2 сантиметр. Есептеп жіберсем. 2 сантиметр, 2 сантиметр ма? 0 болып кетеді. 0 болады. Сондай бола ма екен? Иә, негізі 0 деп жазылған. Сонымен калькулятор. Ақпайт деген сөз ғой ол, Иә. Дұрыс сонда, иә. Менікін алып таста. Мен таң қалып қалдым ба, қалай 0 болады 2-ден? 2 назар айтқанда. Так. Ой. Біріншісінде бізде жауабы 0 шығады екен. Иә. Өйткені бізде 2-ден 2 назар айтқан жерде 0 шығып кетеді, сонымен жауабы 0 болады. Ал екінші есебімізді есептеп кетсек. Яғни мына бірінші жағдайда, егер H1 2 сантиметр болса, сұйық ағып шықпайды. Иә. Калькулятормен есептеп жүрсем. Калькуляторыңыз. Дұрыс. 5, иә? Так, осы мәндерді біз түбірден алатын болсақ, бізде есептеңіз. осы мәнге тең болады екен. Қайтып түсінемін. Және келесісін есептейтін болсақ. Үшінші жағдай, иә? Үшінші жағдай. Биіктікке. Есептеңіз. Үшінші жағдайдағы біздің жылдамдығымыз 13 метр секунд бөлінген квадратқа тең болады екен. Бұл есепте негізі түсініп отырғанымыздай әртүрлі деңгейде, әртүрлі жылдамдыққа ие болатынын көріп отырмыз. Яғни судың өзінің ағып шығу жылдамдығы біздегі H1 биіктігіміз өскен сайын, оның жылдамдығы да артып отыратындығын көрсетеді. Дұрыс. Түсінікті, рахмет. Дұрыс. Сұрақтарыңыз бар ма есеп бойынша? Дұрыс, отырыңыз.